Оқушылар, біз сендермен қазақ тілі сабағында не жайында өтіп жатырмыз? Түбір мен қосымша. Жақсы, енді маған айта қойыңдар. Түбір сөз дегеніміз не? Еркежан айта қой. Түбір сөз дегеніміз не? Түбір сөз дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Жақсы, мысал келтіре ғой. Мысалы, тақта, сағат, терезе, көйлек, шар, дәптер, күнделік. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Ал балалар, сонымен түбір сөз дегеніміз не екенін білдік. Ал қосымша дегеніміз не? Қосымша дегеніміз не? Ербекжан, қосымша дегеніміз не? Сөздің түбірге жазылған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, сағаттың түбірі сағат, қосымшасы тың. Дәптердің түбірі дәптер, қосымшасы дін. Жарайсың, отыра ғой, жақсы. Енді балалар, менің столымның үстінде мынандай сандықша тұр. Сандықшаны көрдіңдер ме? Міне, әдемі сандықша тұр. Осы сандықшада балалар түбір сөздер жазылған екен. Ал мен сендердің қолдарыңа мынандай шар таратып бердім, е? Бұл шарда нелер жазылған? Қосымшалар жазылған. Шарларда қосымшалар жазылған. Қазір енді осы жәнегі мына сандықшадан түбір сөздерді алып, керекті қосымшаны жалғап, сөз шығаратын боламыз. Түсінікті ме? Ал тақтаға келе ғой, Айзере келіп, мына сандықшадан кез келген бір түбір сөзді ала ғой. Қарындаш, жақсы. Ал келе ғой, тақтаға, жоғарырақ, қарындаш. Жақсы. Сонымен балалар, қарындаш деген түбір сөздің қосымшасы кімде? Тар. Өте жақсы. Келе ғой. Айзере отыра ғой. Қарындаш. Тар болды, я? Жақсы, жарайсыңдар. Отыра ғой. Арғарай кетті. Келесі сөзді келіп алады. Келесі сөзді Димаш келе ғой. Кез келген бір түбір сөзді ала ғой. Дос, жақсы. Ал, тақтаға. Сонымен балалар, дос деген түбір сөздің қосымшасы кімде? Достық. Дұрыс айтасың, жақсы. Тағы да кімде екен? Альтайырда екен. Сонымен қандай сөз шықты? Достық деген сөз шыққан екен. Достық деген сөз шықты. Түбірі дос, қосымшасы тық. Түбірі дос, қосымшасы тық. Жақсы, жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Арғарай кетті. Келесі сандықшадан сөзді Ербекжан келіп ала ғой. Ербекжан келе ғой. Қандай? Ау? Қар деген сөз шықты. Қар деген түбір сөз. Ал қар деген түбір сөздің қосымшасы қардың. Келе ғой. Қардың қосымшасы дің екен. Ал қандай сөз шықты сонымен? Қардың. Жарайсың. Бірінші түбірін айтамыз. Түбірі қар, қосымшасы дін. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Келесі оқушы, келесі Айша келе ғой. Сандықшадан сөз ала ғой. Сандықшадан түбір сөз аламыз. Тақта. Мына жерге келе ғой, Айша. Мұнда келе ғой. Тақта. Балалар, тақта. Келе ғой. Жақсы, жарайсың. Тақта. Міне тұр тақта деген сөз. Тақта. Түбірі тақта, қосымшасы Жарайсың, отыра ғой. Келесі сандықшадан сөзді Еркежан алады. Жылдамырақ. Қандай сөз? Ау? Дәптер. Мынаған жақынырақ қоя ғой. Мына сөзге жақынырақ қоя ғой. Жақсы, балалар, түбір сөз дәптер екен. Қосымша кімде? Ау? Жылдам. Қосымша. Қандай қосымша екен, Еркежан? Дың емес, дың екен, дәптер, дың. Отыра ғой, жарайсың. Арғарай айым келе ғой.
Айым келе ғой. Иә, кез келген түбір сөз. Ыдыс. 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 Балалар, түбір сөз ыдыс. Қосымша кімде? Тың. Жақсы, кімде екен? Дарияда. Келе ғой, Дария. Қандай сөз шықты? Ыдыс тың. Ыдыс тың деген сөз шықты. Ыдыс қосымшасы тың. Ыдыс тың. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Келесі оқушы. Алтайыр, келе ғой, сандықшадан сөз ала ғой. Қандай сөз оқысаншы түбір сөзді? Таза. Ау? Таза. Таза. Жақсы. Таза. Балалар, таза деген түбір сөздің қосымшасы кімде? Қатты айтсаншы енді. Лық. Жақсы, отыра ғой. Қандай сөз шықты? Тазалық. Таза, лық. Жоғары екеуін қатар қоя ғой. Екеуін қатар қойсыншы. Таза, лық. Таза, лық. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Келесі оқушы келеді. Дария, келе ғой. Кітап. Түбір сөз, балалар, кітап екен. Ал, кітап. Қосымша кімде? Кітап тың. Иә. Сонымен, Ибрахим, түбір сөзі. Кітап. Түбір сөз, кітап. Қосымшасы тың. Тың. Қандай сөз шықты? Кітап тың. Кітап тың. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Ары қарай келесі сөзді алады. Кім? Әдемі келе ғой. Жылдамырақ қимылдаймыз, балалар. Күнделік. Күнделік. Келе ғой. Күнделік. Күнделік. Түбір сөз күнделік екен. Қосымшасы кімде? Менде дейді. Айша, келе ғой. Қандай қосымша, Айша? Тың. Келе ғой. Сонда қандай сөз шықты, Айша? Күнделік тың. Күнделік тың. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Ары қарай келесі оқушы сандықшадан алады. Кім келген жоқ? Мирас, келе ғой. Сандықшадан кез келген түбір сөзді ала ғой. Иә, жылдамырақ. Сағат. Жақсы. Сағат. Балалар, түбір сөз сағат. Қосымшасы кімде екен? Жақсы. Қосымшасы тың. Қандай сөз шықты, айым? Сағат. Сағат. Қосымшасы тың. Тың. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Келесі келе ғой. Шыңғыс, келе ғой. Қандай сөз шықты? Ала. Қандай сөз шықты, Шыңғыс? Бала. Бала. Балалар, бала. Қосымша кімде? Ал, баланың. Келе ғой. Отыра ғой, жарайсың. Жақсы. Мирас, қандай сөз шықты? Баланың. Баланың. Түбірі. Түбірі бала, қосымшасының. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Келесі. Ибрахим келе ғой. Ибрахим келе ғой. Сөз ала ғой. Қандай сөз, Ибрахим? Көйлек. Көйлек. Түбір сөзі, балалар, көйлек екен. Түбір сөзі көйлек екен. Түбір сөзі көйлек екен. Түбір сөзі көйлек. Ал, қосымша кімде? Қосымша кімде? Иә? Қосымша кімде екен? Әдемі. Иә? Қандай қосымша әдемі? Көйлектің. Қандай қосымша? Тің қосымша деп айтуымыз керек, иә? Жақсы. Үндемей отырмаймыз. Көйлек тің. Қандай сөз шықты сонда? Көйлектің. Көйлектің. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі оқушы келе ғой, Алтайыр келе ғой.
Қандай сөз? Түбір? Терезе. Терезе. Балалар, терезе деген түбір сөздің қосымшасы кімде? Терезе, иә? Терезенің. Қандай сөз шықты сонда? Терезенің. Иә, түбірі. Түбірі терезе, қосымшасы ның. Ның қосымшасы. Жақсы. Ары қарай келе ғой. Ербекжан. Су. Иә, түбір сөз су, балалар. Су түбір сөз, қосымшасы? Қосымшасы дың. Қосымшасы дың екен. Иә, ал. Сонда қандай сөз шықты? Судың. Судың. Түбірі су, қосымшасы дың. Қосымшасы дың. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Демек балалар, біз сендермен бүгінгі сабақта түбір мен қосымша жайында білімімізді тиянақтадық, иә? Демек қайтадан есімізге түсіріп жіберейікші. Түбір сөз дегеніміз не? Түбір сөз дегеніміз не? Иә, айым айта қойшы, түбір сөз дегеніміз не? Түбір сөз дегеніміз сөзін одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы тақта, дос, кітап, оқулық. Жақсы, жарайсың, оқулық. Ары қарай қосымша дегеніміз не? Қосымша дегеніміз не? Қосымша дегеніміз сөздің соңына сөздің қосымша дегеніміз сөздің соңына жалғанатын бөлік. Жақсы балалар, тағы да кім бұл жәнегі қосымшаның ережесін толықтырып жібереді? Толықтырып, тыныш аламыз, айғайламаймыз. Кім толықтырып жібереді? Иә, Айзере толықтыра ғой. Сөздің түбірге жалғанған бөлігі қосымша дейді. Мысалы, тақта оның түбірі тақта, қосымшасы ның. Көйлек, оның түбірі көйлек, қосымшасы тің. Көйлек, тің. Не дейді? Айта ғой, қайттан қайталай ғой. Түбір сөзге жалғанған бөліктен қосымша дейді. Мысалға енді балалар, өздерің бағанадан жәнегі мына сандықшадан алып құраған сөздеріңді айтып жібере қойыңдар. Бірінші сөз түбірі? Иә, түбірі қарындаш, қосымшасы тар. Қандай сөз шықты? Қарындаштар. Ары қарай. Достық. Түбірі. Достық. Жақсы. Ары қарай. Бір деп, иә? Димаш айта ғой. Түбірі қар. Жоқ, бірінші сөзді оқи ғой. Қардың. Түбірі қар, қосымшасы дың. Дың. Жақсы. Келесі. Айзере айта ғой. Тақтаның қосымшасы тақта. Түбірі тақта, қосымшасы ның. Түбірі тақта, қосымшасы ның. Жақсы. Ары қарай келесі сөзді. Дәптердің. Түбірі. Түбірі дәптер, қосымшасы ның. Қосымшасы дың болады. Жақсы, отыра ғой. Ары қарай келесі сөзді. Ибрахим. Ыдыстың. Түбірі. Түбірі ыдыс, қосымшасы тың. Тың. Жақсы, отыра ғой. Келесі сөзді Дәрия айта ғой. Тазалық. Түбірі таза, қосымшасы лық. Лық. Жарайсың. Ары қарай келесі сөзді айта ғой. Күнделік тің. Күнделіктің. Түбірі. Түбірі күнделік, қосымшасы тің. Тің. Жақсы, жарайсың. Кім? Шыңғыс? Кітап. Кітап, тің. Қосымшасы кітап. Түбірі. Түбірі кітап, қосымшасы тың. Қосымшасы тың. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Димаш? Сағаттың. Түбірі сағат, қосымшасы тың. Тың. Жақсы. Ары қарай Айзере? Баланың. Түбірі бала, ал қосымшасы ның. Жақсы, жарайсың. Мирас айта ғой келесі сөзді. Тақта.
көйлек. Түбірі. Түбірі. Көйлек қосымшасының. Көйлек ның бола ма? Қосымшасы тың болады ғой. Қосымшасы тың болады. Жақсы, отыра ғой. Ары қарай келесі оқушы Еркежан. Судың түбірі, су қосымшасы дың. Қосымшасы дың екен. Жақсы балалар, жарайсыңдар.